Отбасымыздың тірегі Асқар Таудай әкеміз Берниязов Сатқұлды 62 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бәрімізге жанашыр қамқор әкемізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. Әмәнда Алланың назарында, бақыттың базарында болыңыз. Өсірген ұлы қыздарыңыздың тек қана қызығына бөленіп, ортамызда аман есен, шаршамай шалдықпай жүре беріңіз. Құтты болсын қуанышты күніңіз, бақытты боп шаттық өмір сүріңіз. 60-тың да асқарынан астыңыз, енді 100-ге құлаш сермеп шығыңыз. Береке күн, нұрға толсын жүзіңіз, қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз. Бала шаға қызығына кенеліп, ортамызда аман есен жүріңіз деген өздерінің ақ жарма тілектерімен жұбайы Гүлбаршын, ұлдары Смағұл Дәуітқұл Мырзақұл, қыздары Шолпан Амангүл, келіні Зарина, немерелері Тұрсынбек Нұрбек Нұржан және барша ағайын туыстары құттықтайды. Қадірің білесің бе, арманың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсең де асаған, айтшы әкем естей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, ман өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы, болар жаққа бұрсаңдаршы ат басын. Бір күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа жылмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына.